алдында күтем. Тағы да айтайын, жан адамға тіс жарып айтпай-ақ қойшы. Тышқанның сол жағын басып қалды да Лаура компьютерді сөндіруге қосты. Сөйтті де шашын тарқатып жіберіп, алдымен бет алған бағыты жуынатын бөлме. Кім білет, жақын достарының бұны қай жерге шақырып отырғанын. Жуынып шайынып, иіс майын, опа далабын жағып дегендей, атылатын мылтықтай кез келген жағдайға сақадай сай тұрғаны дұрыс қой. Күміс түсті металл джип автокөлігі әдетте тура Лаураның подъезінің алдына көлденеңде орағытып тұратын. Көзіне түсе қоймағасын дағдырып қалып, айналасына алақ-жұлақ етіп қарай бастаған. Желіні сыздаған, мама сиырдай мөңірей шыққан автокөліктің сигналын естігені сол кезде. Ағаш бұтақтарының ар жағынан бұлдырай көрінген бозаң түс сол бір серебристый метальник болуы керек. Неғып жасырынып тұрсың? Әлде военный секрет пе? Деді жұтынған жаңа джифтің былғары орындығына күмп етіп отыра кеткен Лаура. Қиғаштай көз салып еді, рөлдегі адамның түрі мейлінше байсалды болып көрінді. Қалың кірпік, қаусырған отты жанарының қиығында әлдеқандай жарқырай қарап түсетін ұшқын жоқ. Керісінше қорғасындай ауырлаған байыптылық байқалды. Елгезек пішінді жас қыз машина иесінен көз ала алмай әлі де қиғаштай қарап отыр. Осынау әсерлі сұлулықтың маған бір шиеті болса да жаратқан ием деп жеңіл ғана желпіп өткен ой лебін сыртына шығарып қайтсын. Есесіне қашанғыдай еркелей тіл қатқаны. Аник, бүгін тіпті маңғазданып қалыпсың ғой, мені бір жігітке таныстыруға апара жатқан жоқсың ба өзі? Езуін жиғанша естігені өзі шынында да күтпеген жауап. Оны қайдан білесің, Лаука? Шынында да солай. Ешкімді емес, сені ғана таныстырмаппын онымен. Керемет жігіт екен деп. Ойлап қалма, саған ұнайды деп онша сеніп те отырған жоқпын. Бірақ таныстырмасам болар емес. Өзі білетін құрбы құрдастарының ішінде осы Аниктің орны бөлек. Бет біткеннің көріктісі екені рас, бірақ бәрінен бұрын шыққан тегін айтсаңшы. Дөңгеленген дәулетті жылдам молайтып, ай өткен сайын айбарлана шоғырланып келе жатқан жаңа қазақтар бар емес пе? Аниктің әке-шешесі заманның ағымымен шапшаң тіл табысып, бастарына байлық үйірілген шымқай көк су жаңа қазақтар. Лауралар қатарларынан қалысып, лекке ілесе алмай жүргенде, Аниктің тақымында Лексус джибі, басында жеке 2 бөлмелі пәтері. Бірақ өзі ол баспанасын жалға беріп қойған ба, немене құрбысы әке-шешесімен бірге тұрады. Әдетте өздері көркем, өздері бай болып келетін жастар жер дүниеге сыймай, есіңкіреп, бөсіңкіреп жүреді. Жер жаһанды аралап, қайтудан да қолдары босай бермеді. Аралас-құралас адамдары да көп болып кететіні белгілі. Айналасына ақыл үйретіп, іркілуді білместен ірі сөйлеп жүретіндер де осылар. Ал Аник болса, бұл бір ерекше жан. Өмірден зерігіп, қалың ортаға ұмтылу дегенді мейрамханалатып, казинолатып, сауық сайран құру дегенді біле бермейді. Көбінесе үй күшіктеу, теледидар тамашалап, кітап оқып, одан зеріксе, рюкзак арқалап, тауға өрмелеп дегендей өмір сүру формасын таңдап алған. Аққұба өңінің анда-санда күнге тотығып жүретіні сондықтан. Оның сұхбаттасып сыр ашысатын санаулы адамдарының бірі осы Лаура. Екеуін үйлестіріп, жақындастырып тұрған да әлбетте ештеңе жоқ сияқты. Бір қарағанда екеуі бір-бірінің антонимдері. Лаура тәштек бойлы, жүдеу пішінді, қара сұрлау қыз. Кірпікке кедей қысықтау көздерінің аласы басым.
қылқиған жіңішке мойнына әлденеқ ажым түсе бастаған сыңайы бар. Ең жаманы, бірді бірге жалғап, әупірімдеп ғұмыр кешіп жатқан кедейлі отбасының қызы. Жігіт деген сөз құлағына тигені сәтте бас айналып кетті ме, немене лексус көлігі лықси тоқтағанда барып жан-жағына бір-ақ қарады. Бұлар бір үлкен темір қақпаның алдына келіп тоқтаған екен. Жекешелену процесінен кейін қайтадан көтеріле алмай қалған зауыт я фабрика сияқты өндіріс ошақтарының бірі тәріздес. Сырлаулы ұшып, беті айғыздалып кеткен темір қақпа бұлар жанаса тоқтаған сәтте сезімтал тіршілік иесіндей дір ете түскендей болды. Жүгіріп, ішке кіріп кеткен Аник көп ұзамай қайта шықты да Лаураны шақырып алды. Іле-шала қақпа жанындағы есікшеден орта бойлы бір жастау жігіт көрінген. Бұнысы кім тағы да? Дегенше болған жоқ, әлгі бозбала үш жақтағы түймеге қарай қол созды. Күзетші екен ғой. Қиқылдап-шиқылдап ауыр жылжыған ескі дарбазаны ашыла бастағаны сол екен. Су жаңа джип те ішке қарай қозғалды. Көрген білген өзінше бағамдап жүретін Лаура сол екі арада па шіркін, байлардың құдіреті-ай, егер жай ғана бір Жигули болса, мына күзетші маңына жуытпас еді деген пендешілік ойдың басына қайырып та үлгерді. Бірақ өзі күткендей бұлар іркес-тіркес ауқатты зауыттың ішіне қарай өтіп кетуге асыққан жоқ. Осы қақпаның қасынан ұзай алмай айналсоқтап қалысты. Неге екенін кім білсін? Күзетші қымбатты қонақтарды бірден ішке жібергісі келмеген жандай алдымен өз күзетшісіне ертіп кірді. Мұндай орындар Лаураға түк те таңсық емес. Өзінің шешесі бір кезде осындай күркелердің еденін, есік алдын тазалап, технишкалық жұмысты да атқарған. Оның үстіне кез келген бір мекемеге бара қалсаң, алдымен сені қарсы алатын осындай күзетшілер емес пе? Шағын бөлменің ішіндегі заттар да әдетте жұпыны болып келеді. Үстіне ескі қомыты тастаған сықырлап кереует. Тоқ плитаның үстінде ызылдаған қаралы торалы шәугім, ыдыстарға тағы бірдемелер, тәмпіш танаулы еріксіз тыжыраятын жеркеншектеулеу иіс қоңыз. Менің ең жақын құрбым Лаура, деді Аник тазалығы күмәнді ескі көрпенің үстіне жайғасып отырғаннан кейін. Ал мына кісі Данияр. Ой, Аниктің мынасы несі? Деп ойлады іштей тағы да Лаура. Мені таныстырғысы келіп отырған жігіті сонда. Осы болғаныма. Басқасы құрып қалғандай. Аник, сен кешірші, бізді мына кісі ішке жібергісі келмей тұрма? Ана нені? Іздеген кісімізді ең құрығанда сыртқа шығарып алсақ қайтеді? Түсінбедім, деді қара көзілдір киген күзетші. Анар, сендер мұнда тағы бір адамды іздеп келіп бе едіңдер? Жоқ, біздің Лаука түсінбей отырған ғой деймін. Мен оған мәселені айтып үлгерген жоқпын. Лаука, біздің іздеп келген адамымыздың өзі осы Данияр. Не дейсің? Аник, бұлай дұрыстап түсіндірші өзі, көңілді күпті қыла бермей. Сөздің қысқасы мынау. Манадан бері сені таныстырамын деп жүрген жігітім осы Данияр. Я деш, Данияр. Жіңішкелетіп, сүрме тартылған қысқа көздердің жыпылықтай жөнелген осы кез. Дәнеңе түсінбеген жанның кейпімен екеуіне кезек жалтақтап, әлгінде ғана өзі жеркене көз тастаған алба-жұлба төсектің үстіне қалай отыра қалғанында аңғарған жоқ. Ие, деді, ойбай, немене, мен соншама жігіт таба алмай жүрген бір сорлыма екенмін? Өзіңдей шіріген бай болмаса да жағдайы бар жігіттер жетіп артылмай ма? Осы Аниктің сөзіне жерге тастамайтын еркек кіндікті бар ма десеңші? Солардың ішінен жібі түзеу біреуіне неге таныстырмайды ол?
Құдай-ау, күзетші иттей есіктің алдына именіп отырған бұнысы кім екен? Кедейдің қызына осы да жарайды дегені ғой бұл сонда. Қорлық қой мынау. Неткен қорлық еді бұл. Көзі қарауытып, басы да айналып кеткендей ме-ау. Өзінше тоқмейілсіп, мәз боп отырғанын қарашы мына Аниктің. Піл сүйегімен жонып тастағандай жұп-жұмыр мінсіз ажарын шапалақпен шарт еткізсе ғой шіркін. Сонда ғана мына қорлық сезімі жеңілдегендей болар еді. Осылайша қаны басына шапшып үлгерген Лаура енді ғана көбесі сөгілген әңгімені милап, жарытып түсіне неғыл десін. Жан баласына айтқанымыз жоқ, сен ақылды қызсың ғой. Сыр ашатын жалғыз досым өзіңсің десем де болады. Басқалар түсінбей қалуы әбден мүмкін. Сен кінәламассың деп ойлаймын. Екеуміздің бір-бірімізді білетінімізге бірталай болды. Бұл тіпті махаббаттан да жоғары. Өз құлағына өзі сенер емес. Аниктің аузы басқа жаққа қарай қисайып бара жатқан екен. Құдай-ау, не деп отыр мынау? Ондай болуы мүмкін бе өзі өмірде? Жоқ, әншейін Аниктің қалжыңы шығар. Бұны бір сынағысы келген шығар. Бірақ жайшылықта мінезі салмақты қыз аяқ астына неғып бүйте қалғаны. Сонда сендер немене? Шынында да бір-біріңмен дей бергені сол еді. Ар жағынан лықсып келіп әлдененің тамағына кептелгені. Енді үшеуінің арасында қайдағы бір ауыр үнсіздік сыналып бара жатқандай. Бұлар кіргелі ләм-мим деп жақ ашпаған күзетші жігіттің ерінен леп шығарғаны осы кезде. Сөздің қысқасы, сіз туралы маған Анар анада айтқан болатын. Бір күні ертіп әкеліп таныстырамын деп еді. Бірінші рет сыр ашып отырған адамымыз өзіңізсіз. Сіз білетін шығарсыз. Анар кім көрінгенмен сөйлесіп, құпиясын жария ете бермейді. Қысқасы, деді жігіт демін ішіне тартып алып, біз екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Манағыма. Құлақ шекесінен әлдекім зың еткізіп салып жібергенде Лаураның көз алды қарауытып кетті. Ауа жетпей, тұншығып алды ма, басы шалқайып, әлденеге сүйенген. Сонда сендер, деді әлдене уақыттан кейін барып. Сендер екеуің? Я, екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Әлде сенбей отырсың ба? Солай болды, деді күзетші жігіт күңгірттеу үнмен. Екі көзін Анардан ала алмай отырған қалпын екеуі де жіті аңғарды. Сәлден соң тымырсық күрекшінің ішіндегі тыныштықты бұзған Анар Аниктің әуезді жұмсақ үні еді. Лаура, сені бұлайша қайран қалдыру заңды да. Солай болатын білгенмін. Сен ғана емес, естіген жұрттың елең ететіні жоқ шығар. Бірақ мен ешкімге ештеңені түсіндіргім келмейді. Тіпті өзімнің әке-шешеме де. Бәлкім менікі дұрыс емес шығар. Тіпті мүлдем дұрыс емес болар. Бірақ факті сол. Данияр екеуміздің бір-бірімізді жақсы көретіндігіміз. Осыны айтты да Анар орнынан ақырын тұрып, бұрышта күйбеңдеп жатқан күзетші жігіттің бір жерін ауыртып алудан сақтанғандай, оны киімінің сыртынан ақырын құшақтады. Есін енді ғана жинаған болып, есіл дерті екеуіне ауған Лаураның жүрегі кенет атқақтап қоя берді. Өзара көз қадасқан сәттегі екі жастың жанарларын көрсең ғой. Арасында мұздай су құйып жібергендей түршіктірген осы жанарлардағы тілмен айтып жеткізерсіз шексіз іңкәрлік. Қыз бен жігіттің бір-біріне осыншама құмарланып қарағаны. Бұны соңғы көріпті. Құдай-ау, бұл неғылған сезім, неғылған ынтызарлық. Рас, екеуі де жас, екеуі де сұңғақ бойлы. Бірақ егіздің сыңарындай болып екеуі бір-біріне жараса кетіпті деп Лаура айта алмас еді. Керісінше екеуі бір-біріне жуыса қоймайтын, бір-біріне ортақ ештеңе жоқ екені басқа әлем сияқты. Аниктің сүйіктісі, қазақтың кәдімгі жұпынылау момантай жігіттерінің бірі ғой. Тұла бойындағы назар аударуға татитыны әжептәуір жатық көріктісі орысшасы ғана. Әншейінде
еріні ерініне жұқпай жоқ жерден білгішсіне кететін, ақыл айта жөнелетін, алдына жан салмайтын Лаура былай шыққаннан кейін де тіл жақтан айрылды. Манағыдай Аниктің ажарына сүйсіне қарау былай тұрсын, тіпті тіктеп көз салғысы келмейтіндей. Лексус лекіп барып тоқтағанша кеудесін қысқан әлдебір ауыр сезімнің әсерінен бір айрылған жоқ. Автомагнитолада естілген әсем әуен сызыла құлақтан кіргенімен бойды балқытуға қауқарсыз. Өзіне өзі келгені сол ма екен? Лаура кенет басын жұлып алды. Манағдай емес, кірпіктері қаусырынып біткен, қысқа көздері жыпылықтауда зайтып, тайғанақтамай шаншылын қарайды. Жайшылықтағы қоңырлау үні құлақты тырнап, шаңқылдай шықты. Саған бар ғой, Аник, бірдеңе көрінген екен. Қанша жігіттің қолы жетпей, құр қиял болып жүрген бір керемет қызсың. Нең керемет екенін мылжыңдап қайдан айтпай-ақ қояйын. Бәрін өзің білесің. Ал біліп тұрып, өз жағдайыңды өзің түсініп тұрып, мынауың не қылғаның? Орыстың Екатерина патшасы есіктегі құлымен жүріпті дегенді естіп едім, ал сенің мынауың қайсасқаның? Бұл не қылған нөмір? Данияр менің есіктегі құлым емес, сенің құлың емес, бірақ ана бір ескі зауыттың есігінде отырған шынжырлаулы кәнден ғой. Күнін көре алмай жүрген мың сан қарауылдың бірі. Ол қарауыл емес, студент, жоғары оқу орнын оқиды. Күзетшілікке күнкөріс үшін ғана келіп жүр. Тіршілігі ғана емес. Даниярдың сырт келбеті де, мінез құлқы да өзіне әсер ете қоймағанын жасырып қала алмады. Сырты да, ішкі дүниесі де. Жадағайлау мұндай жігіттер Астананың көшелерінде толып жүр емес пе? Рас, әкетіп бара жатқан оғаш мінезі де жоқ сияқты. Көп сөйлемейді, сөйлесе айтатыны күнделікті тіршілік төңірегіндегі жай ғана нәрселер. Білімді болса, көзқарастың кеңдігін сездіретін деректермен сөзін тұздықтай отырып мағыналы әңгімемен құлақ құршын қандырар еді. Немене бағзы бір ақжарқын бозбаладай адамды сөзбен қытықтап, күлкімен көмгеріп тастайтында сыңайын байқатпады. Соған қарағанда өресі де шамалы, ал жағдайы жақсы, ауқатты жанның баласы болса, күнұзақ сасық күркешіктің ішінде отырар ма еді. Құрбысының манадан бері ішін тырналап келіп, жанартаудай бұрқырай сыртқа атылған ашулы сөздері Анар басын төмен иген күйі төзіммен үнсіз тыңдады. Киіп кетіп, сөз жарастырған жоқ. Өзінің дұрыстығын дәлелдеп, дауласа жөнелгенде құлық танытпады. Қашанғы шаптыға берсін, көңілге беріш болған үйемелген күйігін түгелдей сыртқа шығарғасын барып, Лаура бәсеңдеген машинадан түсе беріп, құрбысының жүзіне қырынан көз салды. Жаңағы айтқан түкпір негізі мықты дәлел уәждері шынымен әсер етті ме? Анар маңдайын рөлге тегізгендей басын салбыратып үнсіз отыр екен. Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамас, жеріне жеткізе айтқан ақылды ақыры түсінген екен ғой. Демек, райынан қайтатын болғаны да. Осы бір мойын төменшіктеген қалпын көріп, Лаура құрбысын қатты аяп кетті. Аяғын баспалдаққа қайта салып, ұмтыла келіп, Анардың бетінен сүйген. Ақылың бар ғой жаным, деді. Сосын үздіге тіл қатып, дос айтады деген. Осылай қатты айтпасам болмайтын болды. Түсінгеніне рахмет. Соншалықты ақмақ емес екендігін білемін ғой. Мұнан кейін ұзамай қысқы сессия басталып кетті. Күнделікті тіршіліктің артқа ысырып тастауға көнбейтін қарбаласта қабаттаса қалғаны. Әйтеуір Анармен хабарласуға бір мұршалары келмей-ақ қойған. Бірде кешкісін үйіне телефон соғып еді. Ар жағынан шыққан дауыс Анардың мамасынікі екен. «Ой, несін айтасың, Лаура?» деді мұның сұрағына аяғына дейін тыңдап жатпастан. «Қырылысып жатырмыз ғой, күйретті ғой мына қыз бәрімізді». Дап-дардай кісі еңкілдеп жылап қоя бергенде аузыңа дұрыс сөз де түспей қалады екен. «Апай, апай» дей берді де бар болғаны. «Күйеу балаларың деп
Біреуді таныстырған, онысы не ақшасы жоқ, не әке-шешесі дұрыс емес қаңғып жүрген біреу екен. Тіпті бомыш ба бірдеңе. Анаржанның қара тырнағына татымайтын сорлы. Ойпырмай, не деп тұр мына кісі? Өткен жолы жанын ауырта жеріне жеткізе тұрып қатты айтқаны қайда? Бас тартқан сияқты еді ғой. Сонда Анар әлі күнге ананың зарлы әңгімесі кімді жылатпасын. Қарадан қарап Лаура да Анардың мамасымен бірге аһ ұрды. Айналасы бұлдырап бара жатқан соң жеңімен көзін сүрткен. Сөйтсе өзі де аңдамай жанарынан ағыл-тегіл парлап тұр екен. Уақыттың тығыздығына, мұрнына су жетпей жүргеніне қарамастан барып жүздесуге әйтеуір амалын тапты. Бұл жолы екеуі ескі базардағы арзанқол кафеде жолыққан. Бірден байқағаны Анардың қабағы бұрынғыдан пәстеу екен. Жаны байыз таппай жабығып жүргенін жанның кейпі. Қанша жүдеп жадағанымен иттің қызы сұлу-ақ деп ойлады Лаура құрбысының ажарынан көз ала алмаған күйі. Неткен жаратылыс, неткен ұстамды мінез. Хор қызы десе болар ма? Хор қызындай болып тұрып, алтын басын қор қылып жүргенін қарашы. Үйіне қатты құлазып оралды. Ару құрбысынан ана сүмелек жігіт әбден жадылап алған секілді. Дені дұрыс сөзге, көңілге ұнамды, ақылға құлақ асар сыңайын байқата алмай, ата-анасы да қатты торықса керек. Бір күні Анардың анасы Әсем апай Лаураны үйіне шақырды. Үстел үстінде ыбырсыған газет журнал екен. Көзі түскен адамдардың көңілін елегзітетін неше түрлі хабарламалар. Солардың кейбіріне қалам ұшымен белгіленген соғылыпты. Лаура үңіріп қараса, белгі соғылған жерлердің сөздері шетінде гадаю, припровожаю, отворажаю болып келеді екен. Сен Анардың біз білетін ең жақын досысың, деді Әсел апай көзін қол орамалмен құрғатып қойып. Мен бір-екі балгер тауып отырмын. Ана басы айналған қызды құтқару үшін жасайтын амалдар бар екен. Жаңағы сүмелектің бір-екі заты керек дейді. Қол орамалы, іш киімінің бір жапырақ қиындысы, шашы деген сияқты. Дұрыс түсінші, Лаура, сенен басқа сенетін адам болмай тұр. Кім еді анаусының аты? Соған барып, алдап-сулап, осы айтылғандарды маған әкеліп берші. Және тез барып жеткіз қалайды. Көңілі қаламаса да ескі зауыттың алдындағы жырым-жырым қақпаны неше рет торыды. Айтылған заттарды алу үшін күзетші күркесінің қорасындағы ауасында талай жұтындау. Сөйтіп жүріп, Даниярға да шәлкем-шәліс келіп қалды. Өзінің қырып бара жатқан ештеңесі болмаса да студент күзетшімен өктем-өктем сөйлескен. Аймен күндей қызды неге айналдырып алғансың? Деді мяу. Сен бірдеңе жасағансың ғой, әйтпесе сенің әкеңдей мықты жігіттерге көз салмай жүрген қыз саған неге жоқ түсіп қалған? Деді мяу. Сен Анардан бас тарт, әйтпесе сүйегіңнің қайда қалғанын білмей қаласың, деп қорқыттым-ау. Осылай қоқан-лоққы жасап жүріп, өзіне жүктелген шаруаны әйтеуір орындап шықты. Бір-біріне ғашық жастардың арасында сына қаққызып келген Әсел апайдың әрекеті қаншалықты сәтті шыққанын ашып айту қиын. Естуінше Астана қаласының небір мықты балгерлерін іске қосып көрді. Талай долларда лақтырылғанға ұқсайды. Әйтеуір Анар төңірегіндегі алып қашпа әңгімелердің мәнісіне Лаура тереңдеп бара алған жоқ. Тек естігені құрбысының әке-шешесінің үйін тастап кетіп қалғаны. Тек үйді ғана емес, өзіне біраз уақыт серік болған күміс түсті Лексус джибінде тастап кеткен. Неше қымбат киімдерді де талақ еткенге ұқсайды. Әлде айдың күннің аманда албасты басып, шайтан адастырған қыздарынан әке-шешесінің өздері алып қалған ба екен. Көмейін белгілеп болғаннан кейін бе,
Бұдан былай Анар енді тіпті Лаураға да телефон шалуды қойды. Бұл күннің ішінде айналадағы барынан өз еркімен жұрдай болған қыз қайдағы бір қаңғыбаспен қол ұстасқан күйі зым-зия жоғалып, қарасын батырды. Құрбысының шексіз ақмақтығы үшін көңілі қара қазандай болған Лаура да оны іздестіруге мүлдем құлықсыз. Қолы қысқа, адамның өз проблемасы да бір басына жетерлік. Сынаптай сырғып өтіп жатқан талай күндердің есебін алатын жан бар ма бұл күнде? Сонан бір күні қуыс үй болған соң, құрулы телефон болған соң, кім хабарласпайды? Сонан бір күні безектеген телефон тұтқасын көтеріп қалса, ар жағынан естілген әлдеқандай таныс дауыс. «Аник», деді Лаура, айқайлап жіберді. «Аник, жаным-ау, қайдасың сен?» Бар ықыласымен ысқырына жұмыс істеп жатқан шаш кептіргішті кілт тоқтатты да диванның үстіне томп етті. Қашанда бір қалыпты құлаққа жайлы сол жұмсақ дауыс, асығыстықтан ада әсем мәнері, кез келген сұрақты елеусіз қалдырмайтын байсалды жауабы, айтқан ақылы, берген кеңесі іске алғысыз етіп, бірде-біреуін құлағына қыстырмағаны үшін көңілінің түбінде бір зіл жүруші еді. Соның бәрін табан астында мына әуезді үн кристалдай тазалағышпен кіршіксіз қалдырмай шайып өткендей. Лаура құрбысының асты үстін жездей қақтап, жай жапсарының бәрін түк қалдырмай сұрап жатыр. Іштен тіреп, беттемей тұрып алған қанша қарсылыққа қарамастан ақыры екеуі қол ұстасып арманына жетіпті. Бір жерден пәтер жалдап, екеуден екеу оңаша тұрады екен. «Біз бақыттымыз», деді әр сөзін ұқтырғысы келді Анар. Сөздің мәні, екеуміз шексіз бақыттымыз. Ер жұрттың ата-анамның жаппай қарсылығына қарамай қол ұстасып, мұратына жеткен дәл біз сияқты ғашықтар бұл фәниде сирек шығар. Тіпті бәлкім жоқта болуы. Әсіресе шынайы сезім атаулы сейіліп біткен жер мен көкті, қала мен даланы, қатыгездік жайлаған мынау 21 ғасырда тебірене қосылған мұңсыз ғашықтар бар ма екен бұл жалғанда? Әй, жоқ шығар-ау. Біз бақыттымыз, Лаура. Сенбесең, тағы айтайыншы, біз сол бақыт дегеннің өзіміз. Енді бүгін өліп кетсем де арманым жоқ. Құрбысының жан жүректі идіріп жіберлерлік ұзақ толғанысынан, телегей тебіренісінен, бал шекердей дәмінен, көмейінен шыққан екпінді лебінен осыны ұққан Лаура. Ұққаннан кейін шынайы ғашықтар алдында дүниедегі барлық қызықты, барлық жақсылықты тәрк еткен көзсіз махаббат күшінің алдында іштей басын иіп, құдіретті сезімнің шексіз қуатын тік тұрып мойындады. Өзінің тілектес екенін, бақыт тілейтінін іркіліп қалмастан табан астында айтып та тастады. Таңдайын тақылдатып тұрып, таң қалатынын да жасырған жоқ. «Енді саған бір өтінішім болып тұр, Лаука», деді Анар ұзақ сөзінің соңына қарай. «Я, айта ғой, қолымнан келсе, менің тарапымнан қалмайтынымды білесің ғой. Қазір пәтерақы дегенің ұшып тұр ғой. Бізге шамалы қарыз бере тұрсаң, сенен басқа адамның реті келмей». Бұл күтпеген жағдай еді. Кеше ғана емес пе еді осы Анардың Лексус мініп, лекіте жүйткіп жүргені. 3 қабатты коттедждің қай қабатында дем алсам дегенді ойламайтыны. Не істеп, не киім демейтіні. Енді келіп бірер ай өтер-өтпестен мынадай кейіпке ұшырап, ілгері басқан аяғы кері кете қалыпты. Бір түрлі іштей қыбы қанып рахаттанатын да сияқты. Сен де мына біздің қаратабандардың қатарына түстің, дұрыс болған екен, дейтін сияқты көңілдің түкпіріне ішкі үні. Бірақ шоқ бәлем, өзіңе де сол керек деп айта алмады. Қанша шіріген байдың қызы болғанымен осы Аниктің өзгеге өктемдік жасаған, тәлпіштеніп, тәңірісін ұмытқан, кісімсіп, әспеттескен күнін бір рет көрген емес. Ендеше іштей қыбы қанып жаны сүйсінетінге жол болсын.
Рахаттану сезімі енді таңырқауға ұласа бастады. Бақыттымыз дегені қайда? Баяғы қара табан құрбысынан күнкөріс үшін қарыз сұрағаны қалай? Сонда байдың қарыз сұрап жүрген қызы қай жағынан бақытты болмақ? Анигау, сонда сен осында тіршілік деп отырсың ба? Мынауыңды мен ақ естіген болайын. Әке шешең таппаған ақшаны мен қайдан таппақпын? Сөзді қойда, қайт үйіңе. Олар бәрін де кешіруге дайын. Саған ғашық жігіттер жер көкті сабалап, өзіңді іздеп, табандарынан таусылып жүр. Ең құрығанда маған ұялы телефоныңның нөмірін беріп қойсаңшы. Менде қазір ұялы телефон жоқ қой, Лаура. Жағдайың келмесе, онда амал жоқ. Лаураның жағдайы келетін еді. Болған әңгімені келісім бойынша дереу Әсел апайға жеткізді. Қанша айтқанмен ана ғой, кемсеңдеп келіп жылап сықтап қалды да. Бермегенің дұрыс екен, деді ақырын қана. Қайта өстіп ақшасы таусылғаны дұрыс болды. Барлықтың арқасында жоқшылық дегеннің иісін де сезбей өскен ерке ғой. Қарны әбден ашып, тарыққан соң бір тамаша күні ит боп өзі-ақ үйге келеді. Тек ауырып қалмаса екен өзі. Бұдан кейін Анардың арғы тағдырынан көпке дейін бейхабар қалғанды. Қайда екенін, не болып жатқанын айтып, бір хабар салшайшы. Суға батқан тастай ізім қайым. Хабарласпады, іздемеді деп Лаураны да кінәлай алмайсың. Құрбысы не телефонын, не мекен жайын қалдырмаған. Әке шешесінің жүрегін тырналап ауырта беруден де қаймығады. Сонан күндердің күнінде ойда жоқта ұшырасып қалды. Екі иығына асынып, аспалы қалта көтеріп алды. Алғаш басына келгені баяғысындай рюкзак арқалап серуен құрып жүрген шығар деген ғой. Сәл жүдеген, пішіні ересектеу, бірақ теңіз түбінен жаңа ғана теріп алғандай үнжудей, көз қарықтырар, жалт-жұлт етіп тұрған әсем ажар сол қалпы. Құшақтай алғанда Анардың арқасындағы рюкзак та бүлк ете түсті. Ұйықтап жатқан құйтақтай ғана тіршілік иесі екен. Ой, Даниярдың аузынан түсіп қалғандай, мына бір кішкентай кім ей? Деді айран асыр болып. Ары қарай ауыз жабыстыра жағдай сұрасуға уақыт тығыз еді. Лаура ұшаққа мінер алдындағы алғашқы тексеруден өтіп те қойған болатын. Адам ағынның қақпақлығымен темір шарбақтың екі жағында екеуі бір-бірінен алыстай бастады. Арқасы да іші де бос. Лаура ағысқа қарсы ұмтылып келіп, қолындағы визиткасын лақтырды. Онысы көздеген жерге жетпей, орта жолда адамдардың үстіне құлады. Қап әттеген-ай, тағы жоғалтқаным ба деген ойдың сап ете қалғаны. Екі көзі алыстай түскен Анарда. Онда да бұған қол бұлғап қояды. Сонан кейін ұзаған жоқ, бір күні құрбысы телефон соғып тұр. Мұндай қуанбас, мен қалай таптың? Деді сасқаннан. Визитка ше, әлгі өзің лақтырған. Сөйтсе жоғалмаған екен. Орта жолда құлаған визитканы жолаушылардың бірі тауып алып, қол жалғай отырып жеткізіпті. Данияр қалай? Деді Лаура. Өзі жақтырмаса да құрбысының көңіл үшін күйеуінің атын атап. Ол қалай? Осы арада Анар сәл үндемей қалды да бір түрлі бұзылған дауыспен сөзін жалғастырды. Лаука, оны кездескенде айтайыншы. Бәсе, біліп едім, өзім де оның дұрыс болмайтынын. Осынша аяулы жанның махаббатының қадіріне жете алмаған екен ғой. Айттым ғой, райыңнан қайт деп. Құлаққа ілмедің. Ақыры не болды енді? Кездескенше тағат тапсайшы. Бар тіршілігін бұлай ығыстырып қоя салып, айтылған уақытта айтылған жерге қалай құстай ұшты. Өткен жолы дұрыс айқаса алмаған құшақтар қайтадан табысты. Қараса, машина рөлінде Данияр емес бөтен адам. Адам болғанда да келбетті келген жастау жігіт. Деп ауыз жиғанша жүрдек көлік ызғып ала жөнелді. Данияр қайда? Деді Лаура, өткен жолғы телефондағы сұрағын тағы қайталап. Анардың жауабы қысқа ғана болды. Біз сол Даниярға бара жатыр едік.
Бәсе, Лаураның жүрегі енді ғана орнына түскендей болды. Адамның ойы неткен ұшқыр десеңші. Сол екі арада Анарды мына рөлдегі әдемше жігітке іштей теліп үлгіргеніне ұялып қалды. Күйеуің сонда мынау ма деп айтып жібермегені қандай абырой болған. Әңгімемен отырып байқамайған екен, бұлар қаланың сыртына шығып та кетіпті. Мұсылмандар бейтінің қақпасына енген кезде барып, жүрегі лыбып, еріксіз қобалжи бастады. Мен естімеппін-ау, Аниктің мамасы қайтыс болған екен ғой, дегенді тереңдеп ойлай алмады. Ілгері басқан аяқтары кері кетіп, екеуі қалың зираттың қақ жара келеді. Қылтасын діріл алған Лаура енді болмаса құлап қала жаздардан азақ алдында. Әл дәрменен айырылмай тұрғанда Аниктің қолындағы кішкентай нәзік қыңқыл ғана. Бір кезде қараса әлгі қабырғасы тұрғызылмаған жас бейіттің жанына тоқтапты. Көзіне түскен шағын тақтайшадағы жазу. Басқа жағын дұрыс байыптай алмаса да, Данияр деген сөзді анық оқыды. Данияр. Лаурамен танысқан кезде екеуі әлі үйлену мәселесін бара қоймаған еді. Данияр қайта-қайта ауырып, жүдеп бара жатқан соң, Анардың өзі барыпты. Емші дәрігерге, сонда естіпті сүйікті жігітінің жазылмайтын дертке ұшырағанын. Сонан тездетіп үйленуге мұрындық болған Анардың өзі екен. Махаббаттан күшті не бар? Жазылмас дертті бір жеңсе, сол құдіретті сезім жеңер деп үміттенген жасару. Дәрігер дәрменсіз болса, мен өзімнің махаббатымен қарсы тұрам ажалға, деп бел байлаған ол. Кітапты көп оқығанның әсері болар. Осылайша оптимистік көрсеткен, бірақ амал не? Еріген қардай күн санап таусылып бара жатқан соң, бар есілдерді халы барда Даниярдан ұрпақ алып қалу ғана болыпты. Сонан үйленуге қатысты барлық шаруаны тездетіп жіберген. Қыздың неге соншалықты жанталасып жүргенін тіпті Даниярдың өзі де түсінбей қалса керек. Келіншегінің екіқабат болғанын көрген, бірақ өз ұрпағының шыр етіп жерге түскенін көруге ажал жарықтық жазбапты. Қысқа әңгімесін осылайша сабырмен айтып тұрған Анардың үні кенет лезде бұзыла сала берді. Артынша іші бауыры езіле жылаған. Одан арғы сөздер аяғына дейін тыңдап тұра қалай дәті жеткеніне Лаураның өзі де қайран. Құрбысының зарлы сөзі құлағына бірде жетіп, бірде жетпей жатыр. Аяулым менің, қайтейін? Ғұмырыңның осыншалықты қысқа, осыншалықты арзан боларын өзің де сезбей кеттің-ау. О неге барып, қана тыныштық таптың ба екен? Мынау жалған дүниедегі қаншама армандарыңа жете алмай кеткенің бе? Сені армансыз болсыншы деп тілегенмін. Кешірші жаным, сенмен бірге менің де ілесіп кете алмағаныма. Кете алмадым. Соншалықты қорқақ, соншалықты дәрменсіз екенмін. Ақталғандай болмайын-ау. Мына артыңда қалған сенің ұрпағың үшін тірі қалдым десем. Кешір жаным. О дүниеде Құдай біздерге ақ жүзімізбен, осы таза сезімімізбен жолуға жазсыншы. Бір Алладан тілейтінім сол. Жаным менің, асылым менің. Жан жүрегімді езіп, қайтпас сапарға аттануға неге асықтың екен? Көкем менің. Адамның сай сүйегін сырқыратар осынау ащы зар барған сайын үдей түскендей. Құрбысын жұбатуды да ойламастан қарадай сілейіп тұрғанына өзі де қайран. Әлден уақытта барып бір ер адамның сабыр деген үнін естіді. Өздерін алып келген жаңағы жүргізуші жігіт екен. Қап, аңғалдық жасағаным-ай. Мұндайды білгенде әйел адамды бейіт басына әкелмейтін едім, деді қынжылған үнмен. Манадан бергі күйеуі шығар деген болжамы бекер болыпты. Жалдап алған көліктің иесі екен. Бұл жағдайды Әсел апай білемек екен. Жағдайы қалай екен ол кісінің деген сауалды Лаура қайтар жолда да тіл ұшынан шығаруға қаймығып келе жатты.